Құрметті президентіміздің жоғарғы оқу орындарына қойылып жатқан талаптарының бірі біткеруші студент жастарымыздың бәнділігін тәминлеу, һәм жұмыс беруші, һәм кадрлар даярлау мекемелерінің өзара бірге істесуін тәминлеуден ібарат. Осы бағдарда университетімізде өткен 2023-2024 оқу жылында жамы 8017 біткеруші оқуды табысты жұмақлаған болса, содан 7926 бакалавр тәлім бағдары, атап айтқанда 5120 күндізгі, 2139 сыртқы, 97 студент кешкі тәлім, 570 екінші қанигерлік һәм 91 студент магистратура қанигерлігін табысты жұмақлады. 8017 біткерушіден 54%, яғни 4214 біткерушіміз жұмыс орнына жайғасты. 6%, яғни 506 біткеруші бала күтімі демалысында. 1%, яғни 78 біткерушіміз шет елдерге шығып кеткен. 34% біткеруші бүгінгі күнде жұмыспен жайғасу процесінде. Биылғы 2024-2025 оқу жылында жамы 6367 біткеруші оқуды тамамлайды. Сонан 6115 студент бакалавр тәлім бағдары. Атап айтқанда 6453 күндізгі тәлім, 1352 сыртқы тәлім, 110 кешкі тәлім һәм 252 магистратура қанигерлігін жұмақлайды. 2024-2025 оқу жылында біткерушілердің бәнділігін тәминлеу мақсатында 2025 жыл 26-27 февраль күндері минет ярмаркасы һәм осы жылдың 14 май сәнесінде карьера күні минет ярмаркасы көркемдестірілуі режелестіріліп атыр. Әзіргі күнде біткерушілердің бәнділігін тәминлеу мақсатында 3 тараплама шартнамалар түзілмекте.